жыл басынан бері 140 жол көлік оқиғасы орын алып, онда 113 жасөспірім түрлі дене жарақаттарымен түскен. Балалардың жол көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында және балалардың жолдарда жүру дағдыларын үйрету мақсатында Түркістан облысы аумағында абайлаңыз балалар жедел профилактикалық іс-шаралары өткізілуде. Іс-шара аясында әкімшілік полиция басқармасы мен жол және коммуналдық қызметтің қызметкерлерімен бірлесе отырып, мектептер мен мектепке дейінгі мекемелер, жолда жақын орналасқан балабақшалардың алдарында жолдарды тексеру жұмыстары жүргізілді. Жергілікті полиция қызметі кәмелетке толмағандар істері жөніндегі инспекторлармен жалпы мектептік жиындарда бірінші сыныпқа барғандарды жаяу жүргіншілер қатарына қосу, біз жолдардағы қауіпсіздікті қолдаймыз атты тақырыптық іс-шаралар. Сонымен қатар балалардың жол көлік жарақаттарының профилактикасы мен көшелер мен жолдарда қауіпсіз жүріп тұру дағдыларын үйрету мақсатында дәрістер мен сабақтар ұйымдастырылды. Осыған байланысты жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерден жолда жүру қағидаларын қатаң сақтауды ескертеміз.